Бұл видео бауырсағым дұрыс шықпайды дейтін кісілерге арналады. Жылы су қажет, жылы сүт, тұз және қант, майонез, қамыр ашытқы, күнбағыс майы, електен өткізілген ұн қажет енді. Қамыр көтерілгенге дейін жылы жерге қоямыз. Қалыңдығы 4-5 мм етіп жайып, қалаған формада кесеміз. Қамырға арналған сыпыраға жайып жатырмын. 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Қызып тұрған майда ауната отырып пісіріңіздер. Піскен бауырсақтарды қағаз майлыққа сүзіп алу керек. Бауырсақтарымыз дайын, ас болсын.